Сәлем достар, сіздермен Айдана. Бүгін сіздерге ең оңай және тез жасалатын таңғы астың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен 5 жұмыртқаға 1 стакан сүтімізді құйып, үстіне 1 стакан ұнымызды саламыз. Және де жақсылап венчикпен араластырамыз. Ешқандай комочка қалмау үшін венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң үстіне помидор мен көк пиязымызды саламыз. Үстіне жарты шай қасық тұз салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң қызып тұрған табада блинный сияқты қылып жұқалап жаямыз. Және де 3 минут пісіреміз. 3 минуттан соң екінші бетіне ауыстырып, өздеріңіздің қалауынша сыр салсаңыздар болады. Бірақ ол міндетті емес. Видеода көрсетілгендей бетін жабасыздар. Өздеріңіздің қалауынша не салсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Бүгін сіздерге ең оңай жасалатын таңғы астың рецептімен бөлістім. Өте әдемі және өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін.